ана 3 жастағы қыз ғой, сіздермен оқиды. Еще торт соғып пісіріп әкепті. Беремейді. Ана торт деген енді сұмдық ана титтей ғана қыз істеп тұр. Титтей қыз бізде мантырлықтан шыққан қыз сол қыз. Сол қыз айтады да, мен ана бурата сырдың бүкіл түрін жасайды. Барып жатып тұрып үйреніп кішкентай ғана қыз тоқтамайды. Түркияға барып оқып келіп жатыр. Оның жанында біз жасымыз 40-қа келген бүйтіп отырмыз. Метрлікті түсіндіріп жібересіз бе? Ментрлық дегенде сіздер жатқа қосылады да, сіздерге 10 күн сайын сабақтар, менің сабағым болып тұрады. Арнайы ол жерде бизнестің стратегия, делегирі бәрін үйретеді. Прямой эфир ма? Сіз зумда онлайн запись сақталады. Одан кейін ол сабақтан кейін сіздерге ментрлықтан кейін басқа бизнестер туралы қорқыныштарыңыз кете бастайды. Яғни бизнес деген нәрсе мүлде қорқыныш нәрсе емес негізі. Адамның жасаған адам жасайды. Осы назымда сіздер сияқты бастаған, сая міне 30-ға келмеген қыз қараңыздаршы, қандай таймене бастап жүрді. Бұндай қыздарға даже мен істейсің ба, мынау деген мынау деп айтпайсың. Осындай бизнес істейсің бұл түсіне береді. Сондықтан сіздерді өздеріңіз, өшіретін де өздеріңіз. Шектеулер де мида, мотивация да ананың өзінің миында. Біреудің мотивациясы, біреудің мотивациясы болмайды. 3 күн жетеді, 3 күннен кейін сол оттай береді екен деп шығасыз деп. Соны айтып еді ана құдағиымыз оңбаған деп, сол рас болып шықты деп айтып еді. 4 жұмыртқа өлген кезде 4 балапан мені қарғап істейді. Бәріне біз Чайды бастағанды да. Бастай берді, ұстаз айтты, болды. Иә, сол ғой. Посуданы істеп жүрдім да. Бұғат жетпейсің ғой. Мен ойладым, бұл шайды сатып алды. Олар дистрибьюторлық бәріне кіріп кеткен. Өдене бизнесі болып жатқан. Қай жерге келейік дейді. Сразу келді ғой. Кеше түнде маған, түнде Қордайдан бір кісі балап жазып жатыр маған. Сіз Қордайда конкуренция, ол кісі маған сенбеген. Сенбеу заң жоқ, дұрыс, конечно, тексеру керек қой. Қордайдың ресторандарына барған кеше. Ақасы бәрі Алматыдан әкеледі, бәрін естіп түнгі сағат 1:30 тойдан келіп тұтайын деп жатсам, мен келу керекпін жазып жатыр. Сіз отыру керексіз бе бастап бересіз? Қордайда ақасы соны өздерінен өзі әлі басталмаған біздің қазақтарда бизнеста конкуренция деген нөл ғой. Бизнесмен жоқ қой. Кеше мен мінім осы заводты соң бастағанда ана проект сызатын жерге барып өзінің дос баласына осы заводтың проектін сызып келгенде не деді? 15 жылда бірінші қазақ завод соғып тұрған. Сонда біз айтамыз, завод көп қой соғып жатқан. Ол түріктер, орыстар, қытайлар екен соғып. Бірінші қазақ. Сосын айтамыз біз, сонда қазақтардан вообще заказ жоқ қой? Жоқ, бар. Қазақтар ресторан соғады. Иә, соғады, ресторан. Үй соғады, ресторан соғады екен. Ана өзбектер нан сатып отырады ғой қатарына. Бір шеттен түседі, Ташкентке барады. Аллах ризығы беріп қойған. Сол конкуренттер соны айтады. Берген ризығын адам конкуренцияға байлағанда конкуренция көбейеді. Кеше маған біздің батырлық болған аты айтқан ғой енді мықты бизнесмен. Онда 150 миллион ақшам бар дейді. Соған сізден көмектеңіз сұрайын дейді. Соны дейді, үй алайын. Мен айтамын, мен сенің деймін де, сен 300 миллион, 400 миллионның үйінде тұратын адамсың дейді. Мен түсінемін дейді. Неге ондай ақшам жоқ дейді. Онда мына 150 миллионның ақшасы дейді. 150 миллион, тағы 150 миллионның жасайтын тамағын қарамайсың ба сен дейді. Елдің бар бизнес жасау қашпақ қой тұрған жоқ. Сен ақшаң бар үйді алып үйдің не қыласың 150 миллион. Сөйтіп ол ойбай онда мен кеттім ертең не бизнес бастайды деп кеткен. Енді көреміз. Бізге қосылсын. Оксу налоги, кстати, можно айтып. Енді ол анау таможня застегеннен сондай бір неге. Мен айтамын, таможня деген сөз бүкіл Қытайдың жолын жүретін адам. Қазір ертеден Қытайға қоттап қойды ғой. Вообще сұрақ емес қой сен сұрағың дейді. Өзің ментрлық тоқып шыққан, мен айтамын, вообще сен мені позорить етіп тұрсың қазір. Дұрыс қой, ментрлық деген шектеуді бұзатын дүние. Если внимательно оқысаңыздар, шектеуді бұзатын дүние. Сондықтан сіздерге бір нәрсені айтып кетейін. Ең бірінші ер азаматтарға да, қыздарға да, жастарға айтатын. Интернеттен ауыл шаруашылық саласында миллионер болған адамдарды қараңыздар. Интернеттен қараңыздар, ютубта. Осыны обязательно жазбаңыздар. Обязательно жасаңыздар сосын нәрсені. Мен өзім сіздерге міне Құдай Аллах көріп тұр, отырып тұрса, мен колбаса бизнесі миымда жоқ кезде колбаса қалай жасалынады деп интернеттен 2 ай көргем. 2 айдан кейін маған колбасының цехтың заводтағы адамдар келіп бізге амбассадор болыңыз деп өздерімен іздеп деген. Одан кейін мен бриллиантқа қатты қызықтым. Бриллиантты қарай беремін үйде, Түркияда қарай беремін. Сосын менің ана жаман әдетім бар. Бірдеңе ұнаса, соған барып көре беремін. И получается, сол бриллиант магазинге көбінесе барамын, отырамын. Олар мен танып алған чай береді. Абла. Олар сосын сен кімсің, бриллиантпен айналысасың ба десе, парақшаңды көрсетіп қорқытып қоямын. 4 миллион оқырманым бар деп. Ойбай деп олар үндемей отырады, сен неге реклама істейін деп қоямын. Сөйтіп күніге барып солардың чайын ішіп, бриллианттарын ұстап жүремін. Не жүз ертең былай қарасаң да. И сөйтіп жүрдік та, бірақ күнде Аллахтың қалауымен бриллиант бизнес басталып кетті бізде.
ол бастайын деген ой болған жоқ. Құдай қыздар біліп тұр. Біз тойға алдық бриллиантты. Тойда тараттық, қалған 70 па 60 па штук қалып кетті бізде. Көп алып алғанбыз. Прямо ойда отырған кезде соны сатыңызшы деді ғой бір адамдар. Қалғандар болса сатыңызшы дегенде. Соны сат деп жүргенде жаңағы 70 бриллиантты біз 20 минутта саттық. Опа, мына бизнес екен ғой деп содан бастап кетті. Сонда мен көзім жеткен нәрсе, адам миым мен дайын тұрған ғой уже ананы көріп дайын болған кезде анауға кетіп қалады екен. Сосын біз Инол компаниясында білесіз чай саттық, чайды зерттеп жүрдік те. Адамның құлағынан кірген ақпарат, көзінен көрген ақпараты миына бүйтіп ақпарат жазыла береді екен программа. И эта программа притягивает ақшаны. Мына программа бүкіл шектеуді бұзып тастайды екен. Сондықтан біз ана осы бизнесте, мысалы үшін бөдене болмаса тауық бизнесін, осы тауық саласында мысалы элементарно Марғұлан Сейсенбаев ағамыз. Аллах көріп тұр, ең алғаш Сеймар дейтін жұмысқа алған кімдер біледі? Сейсенбаев Марғұлан деген Сеймар дейтін жұмысқа. Сол кезде мен Марғұлан Сейсенбаев деген адам бір басқа планетада тұратын сияқты көрінген маған. Мына кісінің тауық фабрикасы бар екен деп та Сеймар жұмысқа алады деп бүкіл неде тұрады. Сосын интернетте көргенде кейін Марғұлан ағаны осы енді сабақ беріп тастады ғой енді. Сол кісінің ең алғашқы бизнесқа миллиардтарға қадамы мен білмеймін, білуімше сол жұмыс қалаудан басталды. Сондықтан сол кісілердің птицефабрикалар деген қалаңыздар. Қазақстанда ел танитын, атақ танымал құс фермасын ұстап отырған адам жоқ. Мен айтып отырмын, Қазақстанда ең көп құс фермасын сіздер көріп отырсам, бұл сіздерге конкуренция болмайды. Сосын бұл бизнес деген нәрсенің бір жақсы деген, мысалы үшін Назымның бір үлкен сіздерден қап кететін бір минусын айтайын десем. Назым көп салада жүрген адам. Оборудованиеда басқа бұның күйеуі де қабілетті. Бұл сіздерге қандай шанс? Назым 20 мың істесе, сіз 50 мың істеп кете аласыз. Назым бұған 100% уақытын бөліп отырған жоқ, өзі айтады. Күйеуі 100% уақытын бөліп отырған жоқ. Оның басқа бизнесі көп. Мен де сондаймын. Сондықтан кім бұған 100% уақытын салады, Қазақстанда номер 1 птицефабриканың иесі болып шыға алады. Біз боламыз иншалла. Вообще проблема жоқ. Шектеу тек қана мида. Шектеу тек қана мида. Мысалы үшін Махмадов братья. Сіз бірінші болсаңыз, мен екінші болам. Таразда отырып бүкіл Қазақстан жермен қамтамасыз етіп Махмадов. Сонда Махмадовтың мен бұрын бір сұхбатын естимін. Сонда Махмадов айтады. Өндіріс пен шаруашылық ешқашан кедейленбейді деді. Махмадов енді білесіздер ғой? Олигархтар болды ғой. Өндіріс пен шаруашылықта жүрген адам ешқашан кедей болмайды. Қазақстан пока хотя бы тамағымызды қамтамасыз етпей, біз экономикамыз көтерілмейді. Кеше мына жұмыртқаны мариновать ететініміз ғой. Енді кеше капсет етіп көрдік. Ашып бұл жерден дәмін жеп жүрдік пе? Мен сіз алып кетсін деп алып келгем негізі. Босақтан бір аштық қой. Онда ашпай береміз. Жоқ ашпай ақ қойыңыз, Шайдың ханым жолда жейсіз. Үйіне қонаққа барған ғой, сөйтіп өзбек айтыпты ғой, саған палау пісіріп берейін ба, ет асайын ба десе, үйлеріңде бір-ақ қазан бар ма деп тұр. Жұмыртқаны көріп отырмын. Сөздің сүбесі осы кісіде ғой. Содан ақын алып қалып эксперименттер жасап жатырмыз енді. Мынаны сұрағандар көп болғасын. Обязательно мүмкіндіктеріңіз болса, көресіздер. балапарды көбейткеннен кейін обязательно картилкаға жайлап өтіп алыңыздар. Маркетингді күштілеп қойып алыңыздар. Өз қалаларыңыздағы блогерлармен жұмыс жасаңыздар. Көршілерді шақырған кезде картилкадан қопырлап кешегі мен құсап ақымақ Стамбулға қонаққа келген бір табағын қоясың түгелін жеп тастапты мысалы. Олар болмайды ше бардақ қылуға. Жартысынан ғана бір бөдене 4-ке бөлесіз, 4 адамға бересіз. 4 адамға 4 бөдене болмайды. Жезқазғанға айтысқа барғанбыз. Сөйтсе сорпа заказ беріп жаурап кеттік деп Жезқазған сөйтсеңіз сорпа бар ма десе, иә дейді да, бірдеңе деген атын айтты. Тағы бірдеңе түсініксіз екен, Жезқазған дамып кеткен екен ғой. Соны Айбек Қалиев екеуміз, мен айтамын, ет әкеліңізші, соны яичный бірдеңе, болды әкел десе, кәдімгі куриный бульон суға езгенде, соның ішіне жарты жұмыртқа салды. Бетіне көк пия сеуіп болған. Сылдыраған су жарты жұмыртқаны, оны алып беріп тұр. Сөйтсе Айбек қарап отырып, оказывается, бір жұмыртқаны 2 қонақ күтуге болады. Біз болсақ бір қонаққа 2 жұмыртқа қойып береміз. Сол сияқты кеше ана Назым беріп жүрген бір жәшіктің алдында табаққа салып қойыққа бердім. Бәрі отырып жүрді. Мен күйеуім айқайлап, сен отбасыңды ойламайсың ба? 2 штук алып қалсаң болмай ма? 2 штук деп айқай шығарды. Сондықтан ана картилкадан өткізген нені бүйтіп қана дәмін беріп қойыңыз. Анадан соны іздеу керек болады. Бүкіл қонаққа тойға барады ғой, туысқандарыңыз тойына айтыңыз, мен саған бөдене әкеліп берейін. 10 бөдене бір тойға былай жетеді. 4-5-ге бөлесіз. Да, хорошая этот реклама. Жеген кезде дәмі аузында қалу керек та, все, они должны искать. Болды. Кеше сөйтіп қой, біреуін ашып кетті ғой, кеше Мейрамбек Қосайна келіншек отырды, қаны ашып отырды. Кеше біреуін ашып, енді апай алып келген, біреуін ашып беріп, мынаны маған срочно 30 килограмм дейді. Ойбай, тоқтаңыз 30 килограмм. Жоқ, пока тоқтаймыз деп өзіміз іздетіп қойдық. Тоже күшті ғой ол.
ана бізде Айнұр апайда бірінші менторлық біздің группа оқығанбыз золотой состав. Золотой состав. Негізі бірінші менторлық болып сіздер жиналып жатсыздар ғой. Действительно золотой состав болып күшті қалыптасасыздар. Негізі бірінші менторлық күшті. Бөдененің біріншілері сіздер ғой. Иншалла. Ертең көресіздер, сіздерден естиді, сіздердің видеоларыңыз тарайды ғой. Бүкіл ел Бөдененің артынан кетеді ертең көресіздер. Иә, сіздерге ертең ашқандарыңызға ілесе алмайды даже олар. Одан кейін мынандай нәрсе бар. Бөдене дегеніміз бұл мебель емес, посуда емес. Иә, Мысалы, жылына бір айта алатын. Бөдене тамақ қой. Сосын мынандай аппетит жақсы кішкентай ғой. Өйткені менің подругам неге барып Қытайға барып келдім, шампунь шығарып кетті. Шампунь керемет енді сапасы күшті екен. Шампунь мен бальзам шығарған. Өзім қолданып. Еще жарты литр екен. Содан анау деген рахат бәріміз тегін жуынып жүрміз анамен. Сөйтіп ол бір маркетолог Украинадан келген сөйлескен айтыпты, мынау деген сапасы күшті бірақ сатылмай жатыр деген ғой. Қалай сатылады деп жарты литр қылып берсең ол таусылмайды ғой. Шампунь дегенді керемет шампунь болса 100 грамм қылып кетіп беремейсің ба ол адам? Тез бітіп қалады. И мына сапаны көргеннен так сенен кездер келеді. Что за маркетолог? Маркетология жоқ қой, қазақта жоқ қой ол нәрсе. Біз берсек біз жашық бере қоямыз. Сондықтан да барлықтарыңызға айтатыным маркетологияны күшті меңгеріңіз. Маркетологиядан бізде кім керек маркетологта? Мейірбек Шонбай университетінің негізін қалаған. Иә. Сайра Жұмабекті білесіздер ғой, мен назымдардың составында оқыған, енді ол қазір 100 миллион чекқа жетіп кеткен Сайра. Өткенде 100 миллион ба десем, негіз одан көп деп, бірақ 100 миллион дегенімші дейді. Сол Сайра Жұмабек қазір екеуісі ТИСО халықаралық компания құрып жатыр, соның бүкіл маркетологияны жасап жатыр. Мейірбек қызы ертең сіздерге маркетология сабақ береді. 100 миллион ақша емес қой, негізі ештеңеге жетпейді. Ештеңеге жетпейді. Мына қазір біз бөденемен айналысып жатырмыз, соны жалпы халық білсін ба или білмеген дұрыс па? Сол Білсін, білу керек қой. Кімге сатамыз? Мынандай нәрсе болсын, мынандай ғой. Мен ғана деген жоқ, бәріне айтыңыздар, істеңдер бәрін, істеңдер деп айта беріңіз. Бүкіл қазақтың қорасында қой бар ғой, бірақ олар ағаңызды ойламайды ғой. Бүкіл қазақтың қорасында қой бар. Бірақ менің қойымды ешкім біліп қоймасын деп отқан жоқ қой. Бәріне жетіп жатыр ғой. Бөдене деген мынандай қой. Бір қой қанша, бір бөдене қанша. жоқ, менің ұсыныс тастай алмайсыз. Қойдың құйрығының өзі бөдене шығады. Бізде мамам бүйтеді да, мамам. Бәріне жетеді, бәріне жетеді. Не істеп жатырсыңдар? Осыны Жоқ, сен ата-енем істеп жатқан ісіңді пока жариялама деп жатыр. Мысалы машиналайын деп жатыр, үй алайын деп жатыр, ешкімге айтпайды. істемесін деген Сол сөз. деп жатыр. ата жоқ басымыз Жоқ, мынандай өзі хадисте бар екен ғой. Иә. Неге жетпейінше жоспарымда айтпа деген бар екен. Ал енді осыған бейімі бар адамдарды көрсеңіздер айтыңыздар. Істесін, конкуренциядан вообще қорықпаңыздар. Наоборот, не исламда не дейді, сен біреуге тілеген кезде Аллах мұсылман періштелер саған да дейді. Қайта сен істе, сосын осыдан шығып кетші дейтін болсаң, Аллах сенің дәрежеңді көтеріп қояды. Мысалы үшін мен өзімде, например, 20-21-де мен осы мен намазға плотно келгенім 20-дан былай қарай оған дейін шала-шала өте оқитын. Сол кезде мен постоянно намазда осы Мәрзия, Балқия соларға дұға жасайтын, солардың марафон күшті өтсінші деп жасап отыратынмын. Бірін-бірімізге дұға етеміз ғой. Мен күн сол дұға жасаймын. Періштелер маған, Аллах маған берді. Сондықтан конкуренция деген нәрсе жоқ. Мұсылманға бауыр. Барлық қазақ баю керек. Барлық қазақта жетеді дүние. Ризық жеткілікті ғой, бәрімізге жеткілікті. Сондықтан барлықтарыңызға сәттілік, олай болса мыңтылықта кездескенше Алла қаласа осы саладағы ең бір танымал, көп демейсіздер ғой негізі. Көп болып тұрған сияқты сынасам деген бесақ семья кетсіз ғой. Алла Негізі қаласа күні көріп жатады ғой, не деді? Видеоға түсіріп алып көрсін. агрессиялар кетеді. Видеоға түсіріп алған ғой соны. Сенімділік пайда болады. Жасаңыздар ондайдың бәрін жасау керек. Нақты өзің неден екенін түсінбей жатқанда сол сызған дұрыс па? Даже любой уақытта ашуланып тұрасыз ғой, балаңызға, күйеуіңізге ашуланған кезде қағазға арт терапия ғой. Сеніңіз ашуыңыз резко түсіп кетеді. Қорқынышта жаза берсеңіз кетіп қалады. Жаза берсе кетіп қалады. Өйткені миды алдауға болады ғой. Мысалы, кеше айттым ғой, гранат дейтін болсақ, гранат шайнап жатырмын деп ойласаң, аузың қышқыл, сен уже бәрін біліп жатсың. Сол сияқты миды алдауға болады. Гранат жоқ қой на самом деле. Немесе лимон. Лимонды шайнап жатырмын десеңіз, аузыңыз сілекей бөледі. Хотя лимон жоқ. Ми сеніп жатыр ғой, значит. То же самое. Қорқып тұрған кезде қорқынышты қағазға түсіп мен құтылып жатырмын дейтін болсаңыз, кетіп қалады. Ми сеніп қалады. Мидың құрылымы сондай да, ғажап дүние. Сондықтан миларыңызға менің алдымда бөгет жоқ деген ақпарат берсеңіз, ол солай болады. Кез келген бөгет келе жатса айтасыз, бұл бөгет емес, бұл маған мектеп, бұл маған сабақ. Бөгет деген нәрсе жоқ жалпымызда. Бізде только сынақ бар. Любой сынақтан достойно өте аламыз. Иншалла. Ақтарыңызға сәттілік, онда келесіз. Давайте келіңіздер, тез. Тастап тастайықшы фото.